Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Бисенбаева Жанат Кумаровна, мектепке дейінгі және білім беру кафедрасының аға оқытушысымын. Бүгінгі оқытын дәрістің тақырыбы Каменскийдің қызметі мен теориясы. Бүгінгі қарастыратын сұрақтар: Каменскийдің қысқаша ғұмырнамалық деректері, Каменскийдің көзқарасының қалыптасуы, Каменскийдің оқыту теориясы туралы, Каменскийдің тәрбие мәселелері туралы, Каменскийдің педагогикалық теориясының маңызы. Ян Амос Каменский ұлы славян педагог-гуманисі, жаңа педагогиканың негізін қалаушы. 1192 жылы 28 наурызда Чехияда дүниеге келген. Ол ата-анасынан ерте айырылып, чех ағайындары қауымдастығының қамқорлығының арқасында алғашында бастауыш және орта мектепті бітірді. Одан кейін Гейдельберг университетіне түсіп, онда математикамен айналысты. Ян Амоскийдің көзқарасының қалыптасуы кей жағдайда қарама-қарсы факторлардың әсері болды. Феодалдық қоғамның дәстүрлері, феодалдық қоғамның өз ішінде қалыптасқан капитализмнің өзімен бірге алып келген жаңалығы, ғылымдағы материалистік лептің әсері зор болды. Каменскийдің көзқарасына қайта өрлеу дәуірінің табиғаттың алдында бас ию, адамның идеалын, күші жан мен тәнді жоғары қою, оны шығармашылық күштерін, қабілеттерін, қызығуларын жан-жақты дамыту идеялары өте күшті әсер етті. Каменскийдің көзқарасының ерекшелігі оның педагогикалық еңбектерінде өзіндік із қалдырды. Негізгі еңбектері: тілдер мен басқа ғылымдардың ашық есігі, ұлы дидактика, тілдердің жаңа есігі, дүниені суреттер арқылы бейнелеу, ана мектебі. Еңбектерінде өте прогрессивті идеялар мен ережелермен қатар жекеленген артта қалған діни көзқарастар мен ойлар кездеседі. Мәселен, ол дүниеге даярлықты тәрбиенің негізгі міндеттерінің бірі ретінде қарастырды. Бірақ артта қалған көзқарасы емес, алдыңғы қатарлы прогрессивті озық көзқарасы Каменскийдің педагогикалық теориясының сипатын айқындайды. Ол өзінің мәні жағынан жалпыға бірдей және өте алдыңғы қатарлы озық идея ретінде көптеген елдерде педагогикалық теория мен педагогикалық тәжірибені одан әрі дамытуды ықпал ерекше. Ұлы дидактика еңбегінде педагогика тарихында педагогика ғылымын теориялық тұрғыдан негіздеген. Оқыту теориясы дидактикасының негізін қалаған ғылыми еңбек болды. Осы еңбек жарық көргеннен кейін Каменскийді әлемнің көптеген елдері, Англия, Германия, Америка, Швеция және тағы басқалары мектеп ісін қайта ұйымдастыру үшін өз елдеріне шақыруға ұсыныс жасаған болатынды. Каменскийдің ұсынған дидактикалық қағидалары: көрнекілік, біржүйелік, бірізділік, түсініктілік, беріктілік. Каменский балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып жас кезеңдерге бөлді. Балалық шақ туғаннан бастап 6 жасқа дейін, жеткіншек шақ 6 жастан 12 жасқа дейін, жастық шақ 12 жастан 18 жасқа дейін, ересектік шақ 18 жастан 24 жасқа дейін. Әрбір осы кезеңдерге жас ерекшеліктеріне сәйкес Каменский білім берудің ерекше сатысын ұсынды. 6 жасқа дейінгі балалар үшін ол аналық мектепті ұсынады. Ананың басшылығымен мектепке дейінгі тәрбие іске асырылады. Жеткіншектер 6 жастан 12 жасқа дейін үшін әрбір қауымда жергілікті жерлерде 6 жылдық ана тілі мектебін ұсынады. Жастық шақ кезеңдегілер 12 жастан 18 жасқа дейін әрбір қалада латын мектебі немесе гимназия ұсынды. Ересектер үшін 18-ден 24 жасқа дейін әрбір мемлекет немесе облыстарда академия ұсынады. Каменский тұңғыш рет әртүрлі әдістерді қолдана отырып жаңа сынып сабақ жүйесін ұсынды. Оның ішінде көрнекілік оқыту әдісіне ерекше орын берді. Бірінші оқу белгілі бір жыл мезгілінің тек қана бір күні басталу қажеттігін, ғылыми білімнің барлық жиынтығы сыныптарға дәл бөлінуі туралы, уақыт сонда дәл бөлінуі, әр күннің ерекше міндеттері болуы, оқу жылыны және оқу тоқсандары бөлінуі туралы, оқу демалыстарын, оқу күнін ұйымдастыруды анықтады, теориялық тұрғыдан сынып сабақ жүйесінің негізін салды және оны тәжірибеде қолданды, іске асырды. Каменскийдің сыныптық сабақтық жүйесі: сынып жастары қатар оқушылар құрамы, оқушылар саны 300-ге дейін, оқушыларды ондықтарға бөлу, ондықты басқарушы декурион өзінің ондығын оқытады. Тәртіп, оқушылардың белсенділігі табыстың ең басты шарты.
Сабақтың ұзақтығы 45 минут, сабақтың мақсаты мен міндеттерін анықтау, сабақ түрлерінің өзгеруі, түсіндіру, жаттығу, сауалнама, сабақ үстінде ұжымдық жұмыс, білімдерді есепке алу, күн сайын әр сабақта мұғалім айына бір рет 90-ның аяғында сынақ, жылдың аяғында көшу емтихандарын өткізген. Мектептік жыл күн оқу жылы 4.90-ға бөлінеді. Мектепке қабылдау жылына бір рет күзде. Оқу жылының аяқталуы егіс басталғанда. 90-дар арасында каникул. Оқу күні ана тіліндегі мектепте 4 сағат, латын мектебіне 6 сағат. Яна Мус-Каменский тәрбие мәселелері туралы. Каменский білім беру мен тәрбие мәселелерін бір-бірінен бөліп қараған жоқ. Әр уақытта бірінсіз екіншісін елестете алмады. Білім беру мен тәрбие ісін бір-бірімен байланыстыра қарастырды. Каменскийдің пікірінше тәрбиенің 3 сатысы, 3 міндеттері болады. Өзінің өзі және қоршаған ортаны тану, ақыл-ой тәрбиесі, өзін өзі басқару, адамгершілік тәрбиесі және Құдайға құлшылық ету, діни тәрбие. Орта ғасырдағы педагогтардан айырмашылығы Каменский бірінші міндеттерді шешуге ерекше мән берді. Яғни ақыл-ой тәрбиесін бірінші орынға қойды. Ол оқыту үрдісінде берілетін бір ғана ғылыми білім беру шәкіртті жан-жақты тұлға ретінде қалыптастыра алмайды. Каменский тәрбиенің рөлін өте жоғары бағалады. Адам тәрбиенің арқасында ғана адам болады. Ол балалық жас кезінде берілу қажет деп жазды. Ол кез келген баладан адам қалыптастыруға болады деп тұжырымдады. Адамның өзін-өзі басқара білу Каменскийдің көзқарасы бойынша тәрбиенің 3 түрінің бірі болып табылады. Ол адамгершілік тәрбие арқылы іске асады. Адамгершілік тәрбиесінің негізгі құралдарына Каменский ата-ананың, мұғалімдердің, жолдастарының үлгісін, балаларға ақыл кеңес беру, әңгіме өткізу, адамгершілік мінез-құлыққа балаларды жаттықтау, жағымсыз мінез-құлыққа қарсы күресті жатқызды. Каменский адамгершілік тәрбиесіне төмендегідей негізгі талаптар қойды. Адамгершілік қасиеттерді кішкентай кезден бастау керек. Адамгершілік қасиеттерді сөзбен емес, іс-әрекетпен тәрбиелеу. Балаларды тәрбиелеуде өмірден және тарихтан алынған мысалдарды кеңінен пайдалану. Балаларды бүлінген адамдардың қауымынан және кез келген басқа да адамгершілікке жат қылықтардан сақтандыру. Оқыту және тәрбие мәселелерімен тығыз байланыста тәртіп мәселесін оны жаңаша және кең көлемде шеше біледі. Тәртіп әрбір мектепке ауадай қажет. Тәртіпсіз мектеп сусыз айналған диірменнен бірдей деген чех халқының мақалын жиі пайдаланды. Каменскийдің тәртіптік мәселесіне ерекше мән бере отырып, үлкен үлес қосты. Ол баланың адамгершілік қасиеті мен жеке басын жаншуға, ұрып-соғуға, таяқ тәртібіне негізделген орта ғасырлық мектепке қарсы шықты. Ол тәртіпті қоя білді. Сонымен қатар мұғалім оқушылардың арасында қажетті тәртіпті орнатудың қажеттігін түсіне білді. Жақсы үлгермен, жылы сөздермен және әр уақытта да шынайы да балаға жүрек жылумен тәртіпті орнатуды қолдады. Каменский балалардың дене жағынан жазалауға қарсы шыға отырып, мектептерде қолданбауды күн тәртібіне қоя отырып, бұл мәселеде екі жақтылық аңғартты. Ол ерекше жағдайларда және мектеп кеңесінің шешімі бойынша, егер оқушы Құдайға қарсылық білдірген жағдайда немесе тентектік жасаған қолдануды қажет деп тапты. Жақсы ұйымдасқан мектептің заңдары атты шағын шығармасында қысқаша ережелер түрінде көптеген құнды ұсыныстар жасады. Онда мектеп ережесін дұрыс ұйымдастыруға, мектепті басқаруға, мұғалімдердің міндеттеріне, оқушылардың тәртібіне қатысты мәселелерге қатысты болды. Ережелер оқушылардың білімін ескертудің тәртібі мен тәсілдерін жан-жақты бекітеді деген. Ұлы педагогтың көптеген мәселелері күні бүгінге дейін өз мәнін жойған жоқ. Бала тәрбиесі туралы ғылымның негізін сала отырып, педагогиканың дидактикалық саласындағы жаңашылдық идеяны негіздей отырып, бүкіл әлемдік педагогиканың дамуына ерекше ықпал етті.